достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жұмсақ әрі дәмді булочки жасаймыз. Ендеше кеттік. Бірінші біз ыдысымызға сүт құйып аламыз. Үстіне ыстық су құямыз. Сосын сұйық май қосып араластырып аламыз. Мінекей біз араластырып алдық, енді біз бұны бір шетке қоя тұрамыз. Енді жұмыртқаға қант қосамыз. Енді араластырамыз. Енді біз жұмыртқамызды массамызға құямыз. Үстіне дрожж қосамыз. Және де ванильный сахар қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Енді біз бұны 5 минутқа қойып қоямыз. Мінекей қойып алдық, енді біз оның үстіне ұн саламыз. Қамыр илеп аламыз. Енді біз бұны 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей әдемі болып көтерілді. Енді булочкамызды жасауға кірісейік. Мен үстіп бөлшек-бөлшекке бөліп алдым. Енді біз оны жаямыз. Жұп-жұқа болуы керек. Кесіп, дәмді болу үшін ортасына сгущенка жағамыз. Енді ораймыз. Мінекей әдемі болып шықты. Осылайша барлық қамырға жасап шығамыз. Енді қызару үшін бетіне жұмыртқа жағамыз. Әдемілік үшін бетіне мақ себеміз. Енді біз бұны 190 градуста қызып тұрған пеште 35 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің булочкамыз дайын. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шықты. Ортасы былай пісті. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, бұл видеоны бөлісіп, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Арнама тіркелгеннен кейін колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің әр видеомды бірінші әрі үзбей көретін боласыздар. Ендеше ас дәмді болсын.